Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, қалайсыздар? Аман есенсіздер ма? Мен осы жақында мына әзілді түсіріп бастадым. Енді әртүрлі комментарийлер түседі. Енді тикток болғаннан кейін сол, енді әркім әртүрлі өз пікірін жазады, ол дұрыс. Оған ренжіс не жоқ, ренжімейміз. Енді өзім таныстырып өтейін дегенім сіздерді. Мен өзім шынайы өмірде өзім серьезный жігітпін, көп сөйлемейтін, өзім салмақты ұстайтын жігітпін. Өзім таныстырып өтетін болсам, біреулер қатын құсап андай мынандай деген жазып жіберіпті да, соны айтып түсіндіріп өтейін дегенім сол жігіттерге, сол жазған қыздарға оны әзіл ретінде түсірдім. Халықтың қолымнан келгенше әзілдеп, көңіл көтеріп, күліп ойнағанға не жетсін, жаман пікірлер жазып, жаман нелер жазып жүргеннен, жамандықпен ойлап жүргеннен гөрі лучше халықтың қолдан келгенше әділмен көңілін көтеріп, қолдан келгенше неғылып жүрейін деп түсіріп жатқан себебім. Енді жақын арада Құдай қаласа көктемде, Алла бұйыртса көктемде қазақша кино түсірсем деп, өмірден алынған кино түсірсем деп жоспарлап отырмын. Алла бұйыртса көктемде бастаймын. Соған ауылда балдарды реттеп, жинақтап, неғылатын іріктеп атым. Алла бұйыртса көктемде түсіріп бастаймын сол фильмді. Егерде халқым қолдап, қазағымыздың кинолар көбейе берсін деп қолдап неғылатын болса, мен ары қарай да кино түсіруге жоспарлап отырмын. Алла бұйыртса біраз кинолар нелерді жазып қойғам, неғып қойғам, сценарийлерін нелерін бәрін жазып қойғам. Соларды Алла бұйыртса түсірсем, қазақша киноларды өмірден алынғандарды, өмірден алынған, арасында ойдан шығарылғаны болады. Әрі комедия ретінде қылып түсірсем деп жоспарлап отырмын, Алла бұйыртса. Сіздерге айтып өтейін дегенім, егерде халқым қолдап, осы жігіт көтеріліп, мынау көбінесе андай балдар табатын, біраз көтеріліп, неғылып, ел жұртқа танымал болып, басқа да киноларға түсіп көтеріліп кетсе деп, анау төмен отбасының балдарын, жағдайы нашарлардың балдарын, сондайларды алып атын іріктеп, байдың балдарын алып жоқпын. Оларда и так ақшалары жетеді. Солар көтеріліп кетсе, солар атағы шығып кетсе деп, сол оймен неғылатын, ертең әке шешесін неғылып, әйтеуір көтеріп, бағып, неғылса, қолынан келіп жатса, басқа да сондай өзіміз ұқсап, сондай нелерге көмектессе, сондай төмен отбасыларға көмектесіп, ертең сондай балдар көтеріп, сондай жігіттер болып шықса деп, сол мақсатпен түсіріп атын, Алла бұйыртса. Енді сіздерге айтып өтейін деген, егерде мені қолдайын десеңіздер, менің жаңадан тағы да бір YouTube канал ашқам. Қазақша әндер мен нұр әзілдері Нұрлыбек ТВ деп жазылған. Сол каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, қолдап, неғылып өтсеңіздер, сол нелер YouTube каналдарыма кино салатындай қылып, енді жаңағы 1000 подписчик болып, 100 000 просмотр болып, 10 000 просмотрдан асса болды, ары қарай кете берсе, одан кейін жаңағы 4000 сағат, 4000 сағат ол енді өзім салған видеома байланысты ғой, енді 4000 сағат жинап, соған не қылсам деп отырмын, каналым дамытсақ деп отырмын. Осы халқым мені қолдап, сол каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап, комментарийлер жазып өтсеңіздер деймін сол каналдарыма. Тағы бір айтып өтейін, қазақша әндер мен нұр әзілдері Нұрлыбек ТВ деген YouTube канал. Соған тіркеліп, лайк басып, қолдап өтсеңіздер мені. Содан кейін осы киноларын, жоспарлап отқан киноларымды көктемде Алла бұйыртса сіздердің қолдауларыңызбен түсіріп бастасам деп отырмын, Алла бұйыртса. Қолдайын деген жандарға мың алғыс сіздерге. Егерде сондай төмен отбасылардың балдары көтеріліп, қыздары көтеріліп, жағдайлар жақсы болса, халықтың деп сол мақсатпен түсіріп жатырмын. Егерде соны қолдап, мен неғылам деген адамдар болса, лайк басып, сол каналымды дамытсаңыздар,
YouTube каналымды, TikTok каналымды дамытсаңыздар, жақында Instagram канал ашып, оған да салам. Алла бұйыртса, соған неғысаңыздар, қолдау көрсетсеңіздер, халқым. Рахмет сіздерге алдын ала. Алла разы болсын баршаңызға. Жаңағы айтып өтейін, түсінбегендерге, жаңағы әзілді түсінбегендерге түсіндіріп айтайын. Оның бәрі әшейін әзіл қылып, халықтың көңілін көтеру үшін түсіріп жатқаным. Сол үшін өйтіп жаман комментарий, хатын құсап берген комментарий жазбай қойыңыздаршы, өтініш. Просто мен халықтың көңілін көтеру үшін түсіріп отырмын оны. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын баршаңызға.